Шеңбер сызу үшін дөңгелек заттарды айналдыра сызып алуға болады. Немесе дайын трафареттерді не үлгілерді қолдануға болады. Бірақ бұл жағдайда бізге қажетті өлшемдегі шеңберді ала алмаймыз. Шеңберді сызу үшін жіпті немесе резинканы қолдана аламыз. Бірақ бұл әдісте аса ыңғайлы емес. Шеңбер сызуға арналған циркуль деп аталатын құрал бар. Циркуль бастары біріктірілген екі аяқтан тұрады. Циркульдің бірінші аяғының ұшында белгілі бір жерден қозғалмау үшін шаншып қоятын инесі болады. Екінші аяғының ұшында грифель тілімі болады. Оның көмегімен шеңбер сызады. Енді циркульді қолданып, радиусы 3 см шеңбер сызып көрейік. Алдымен сызғышпен 3 см кесіндіні өлшейміз. Шеңбердің центріне циркульдің инелі аяғын қоямыз. Циркульдің инелі аяғына сүйеніп, айналасына сызық жүргіземіз. Шеңбердің центрін белгілейміз. Бізде радиусы 3 см шеңбер шықты.